Сәлем қыздар, біз бүгін ең оңай әрі дәмді тез жасалынатын қызылшадан салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге піскен 3 қызылша, алма, чеснок және де жаңғақ керек. Осылайынан қызылшаны өткізіп аламыз. Теркадан кейін бөлек ыдысқа қызылшаны саламыз және алмамен мен чеснокты алдын ала теркадан өткізіп қойған болатынмын. Осылай барлығын біріктіріп, жаңғақты қатты емес, орташа көлемде осылайынан майдалап алып біріктіреміз алмамыз бен қызылшамызға, және майонезді көп емес, орташа көлемде салып араластырамыз. Бөлек ыдысқа салатымызды салып, бетіне жаңғақты майдалап турап бетіне сепсеңіздер болады. Солай біздің тез әрі дәмді салатымыз дайын болады, қыздар. Каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып, лайк басуды ұмытпаңыздар.